Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге өте тез дайындалатын, оңай, дәмді, осындай сүзбелі бәліштің рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге ұн, маргарин, қант, жұмыртқа, қопсытқыш, сүзбе және де қаймақ қажет. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін маргаринімізді бір ыдысқа салып, оның үстіне қантымызды қосамыз, бір жұмыртқамызды қосамыз да қолымызбен осылай езіп, илеп аламыз. Одан кейін ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып аламыз да, ұнымызды қосып, бізде тесто пайда болғанша илейміз. Мінекей біздің тестамыз осындай жұп-жұмсақ болуы керек. Қамырымыз біздің дайын болды. Ендігі кезекте начинкамызды жасаймыз. Ол үшін осылай вилкамен сүзбемізді езіп аламыз. Оның үстіне қантымызды қосамыз, қаймағымызды қосамыз, бір жұмыртқа қосамыз да жақсылап араластырамыз. Начинканы блендермен немесе миксермен бір араластырып езіп жіберсеңіздер болады. Егер де сіздердің сүзбелеріңіз ірі болса, кесек болса, онда блендермен езіп жіберуге болады, немесе ет тартқыштан тартуға болады. Біздің начинкамыз да дайын болды. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Осылай біраз ұн сеуіп, ұндап аламыз да, оқтаумен осылай жаямыз. Осылай біраз жайып аламыз да, ыдысымызға осылай салып, қолымызбен басып шетіне шығарамыз. Міне осылай жайып аламыз да, ортасына сүзбелі начинкамызды құямыз. Бір келкі ғып осылай тегістеп аламыз да, одан кейін вилкамен осылай шет-шетін басамыз. Осылай вилкамен басып тегістеп аламыз шет-шетін. Мінекей бір келкі қылып осылай тегістеп алдық. Енді ортасына қалауларыңызша қарақат қосуға болады. Шие немесе малина, ежевика қосуға болады. Менде мейіз қосып осылай әсемдеп жасадым. Енді осыны духовкада 180-200 градуста қызарғанша пісіретін боламыз. Міне біздің сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Өте жұмсақ, сондай нәзік, жасалу жолы да оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркеліп, рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Әлі де көп рецепттер күтіңіздер.